Атыраулық өнертапқыштар тұрмыстық қалдықтарды сұрыптайтын робот ойлап тапты. Құрылғы қоқыстың түрі мен көлемін өзі анықтап, арнайы құраптарға салады. Әзірге бұл ғылыми жоба ретінде құрастырылған. Жас ғалымдармен әріптесім Зейнер Ғали тілдесті. Бұл шағын ғана робот жаһандық қауіптің алдын алуға көмектеседі. Яғни әлемдік проблемаға айналған қоқысты сұрыптап, қайта өңдеуге келетін дүниелерді бөліп алады. Осылайша тұрмыстық қалдықтардың санын азайтады. Мұны Назарбаев зияткерлік мектебінің және шаһардағы орта білім ордаларының оқушылары жетекшілермен бірлесе жасапты. Олар әуелі компьютерде сызбасын сызып, кейін түрлі конструктордан құрастырған. Жас өнертапқыштардың арасында 10-шы сынып оқушысы Бейбарыс Асқаров та бар. Бұл құрылғы автоматты түрде заттардың қимылын көшіреді және де сол қимылды үздіксіз қайталайды. Және де бұл көптеген ойластырылып табылған құрылғылар қалдықтардан шығарылған екен. Және де олар кейбіреулері қалдықтардан, яғни олар 6 ай ішінде еріп кетеді. Сондықтан да ол табиғатқа өзінің оң әсерін береді деп есептейміз. Ғылыми жобаның жетекшілері робототехникадан дәріс беретін мұғалімдер Қазбек Әзірбаев пен филиппиндік Джон Пол Беджерано. Олардың айтуынша роботтың техникалық құрылымы өте қарапайым, үлкен өндірісте де қолдануға болады. Осы арқылы коммуналдық сала мамандарының жұмысы жеңілдейді, әрі денсаулығына зиян келер заттардан аулақ болады. Бірқатар дамыған елдерде мұндай дүние бар көрінеді. Right now, our common problems in our city is the cleanliness and... Қазіргі біздің қалада өте өзекті проблема бұл деген қоқыстардың көпшілігі және дәлірек айтқанда пластикалық қоқыстардың. Сол біздің бүгінгі жобамыздың мақсаты миниатюрлы, кішкентай, шағын Arduino роботымен құрастырылған және 3 өлшемді принтермен шығарылған детальдердің екеуін қосып, біз роботты жасап жатырмыз. Қызығушылық танытқан компаниялар болса, егер олар осы роботты қамтамасыз ете алатын болса, бұны бағанағыдай жаппай шығаруға неге қолданбасқа. Бізде бұл қазір прототип идея. Айта кетейік, Дүниежүзілік банктың есебінше 2050 жылға дейін әлемдегі тұрмыстық қалдықтардың көлемі 70%-ға өспек. Яғни жер болашақта үлкен қоқыс полигонына айналады деген сөз. Сондықтан жас ғалымдардың бұл инновациялық жобасы керек-ақ. Атырауские изобретатели создали робот для сортировки бытовых отходов. Это техническое устройство само определяет вид и объем мусора и упаковывает его в специальные ящики. Пока это научный проект. С достижением атырауских школьников ознакомилась наша съемочная группа. Этот небольшой робот поможет предотвратить глобальную угрозу, сортируя мусор и отделяя те бытовые отходы, которые идут на переработку. Изобретение сконструировали учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы и других учебных заведений города совместно с руководителями. Они сначала нарисовали чертежи на компьютере, а затем создали робота из разных конструкторов. Среди юных изобретателей есть и ученик 8 класса Даниил Носов. Сегодня я участвовал в десятках научных встречах, где мы делали эко-робота. Мы работали в программе Arduino и с помощью специальных плат включали провода компьютеров, где был написан специальный программный код. Из этого мы смогли джойстиком управлять двигателем с помощью компьютера. Руководителями научного проекта являются преподаватели по робототехнике Казбек Азербаев и филиппинец Джон Пол Беджерано. По их словам, техническое устройство робота очень простое, его можно использовать и в крупных производствах. Роботы помогут специалистам коммунальной сферы и облегчат работу. В ряде развитых стран уже существуют такие устройства. Right now, our common problems in our city is the cleanliness and... В нашем городе это очень актуальная проблема, особенно много бытовых отходов из пластика. Цель нашего проекта заключается в создании Arduino робота. Если этим проектом заинтересуются крупные компании, то почему бы не наладить массовое производство? Напомним, что по данным Всемирного банка до 2050 года объем бытовых отходов в мире вырастет на 70%. То есть это означает, что Земля в будущем превратится в огромную свалку мусорных отходов. Поэтому нам нужны такие инновационные проекты.